Желіде жақсы жаңалық тарады. Барша хабардар болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және видеоролик астына бір дана лайк белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Елімізде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Жазылу және лайк түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Ендеше біз бастадық. Елімізде өлім-жітім көрсеткіші азайды. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша елімізде денсаулық сақтау саласында негізгі медициналық көрсеткіштердің оң динамикасы байқалады. 2023 жылы 5 қазанда өткен брифинг барысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғаният 2021 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы 4 жылға өскенін жеткізді деп хабарлайды Түркістан kz. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша елімізде денсаулық сақтау саласында негізгі медициналық көрсеткіштердің оң динамикасы байқалады. 2023 жылдың 7 айында өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда халықтың жалпы өлім-жітім көрсеткіші 7,4%-ға төмендеді. Сәби өлімі 10%-ға азайған деді Ажар Ғаният. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоролигіміз астына лайк белгілерін басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең екенін ұмытпай, қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.